Дәрілік аллергия жалпы немесе жергілікті клиникалық көріністермен бірге жүретін дәрілік препараттарға қайталама реакцияның болуымен сипатталатын ауру. Ең көп таралған дәрі-дәрмектер аллергендері: пенициллин тобының препараттары, сульфаниламидті препараттар, барбитураттар, инсулин, әртүрлі вакциналар, антиконвульсанттар, гипертиреозға арналған препараттар. Дәрілік аллергияның себептері: кейбір дәрі-дәрмектерді ұзақ және жиі қолдану, тұқым қуалайтын бейімділік, саңырауқұлақ тері аурулары, аллергиялық аурулар, полиноз, бронх демікпесі. Дәрі-дәрмектерді ішке қабылдаған кезде аллергиялық реакциялардың даму ықтималдығы бұлшықет ішіне және көктамыр ішіне енгізуге қарағанда төмен. Дәрі-дәрмектерді қабылдағаннан кейін бірден пайда болатын дәрілік аллергияға тән белгілер: жөтел, тыныс алудың бұзылуы, түш көру, мұрын шырышты қабығының қышуы, ағуы, мұрынның бітелуі, қышумен бірге жүретін бөртпе, анафилактикалық шок, сананың жоғалуы, тыныс алудың тоқтауы. Бірнеше күннен кейін пайда болатын белгілер: тромбоцитопения, қызба, аллергиялық васкулит және пурпура, полиартрит, лимфаденопатиялар, ішкі ағзалардың зақымдануы, аллергиялық гепатит, нефрит және тағы басқалары. Дәрілік аллергия диагнозының диагностикасын аллерголог жүргізеді және де ол тағайындайды. Жалпы қан анализін, мұрыннан бөлінетін шырыш пен қақырықты талдау, иммунограмма, риноскопия, тері сынақтары. Диагностика үшін қосымша тағайындалуы мүмкін: нәжісті талдау, іш қуысы мүшелерін ультрадыбыстық зерттеу, эндоскопиялық зерттеулер. Дәрілік аллергияға қажетті емдеу мыналарды қамтиды: антигистаминдер, жергілікті глюкокортикостероидтар, мұрынға арналған вазоконстрикторлар, иммунотерапия. Егер дәрілік аллергияны қалай емдеу керектігі уақытылы анықталмаса, бұл жоғарғы тыныс жолдарының ісінуіне және өлімге әкелуі мүмкін. Болашақта дәрілік аллергияны қалай емдеу керек деген сұраққа тап болмас үшін, дәрі-дәрмектерді қолданар алдында дәрігермен кеңесу ұсынылады.